Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қатпарлы самсаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен 4 дана пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап қолмен турасақ та болады. Мен мұны үккіштен өткіземін. Пиязымыз неғұрлым көп болса, соғұрлым самсамыз өте дәмді болады. Біз пиязды өткізіп алдық. Енді ыдысымызға фаршымызды саламыз. Оған жаңағы туралған пиязымызды саламыз. Тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Сөйтіп, осыны жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Енді мен самсаның қатпарлы самсаға арналған дайын қамырын алдым. Оны біз өзімізге қанша керек, сонша бөлікке бөліп аламыз. Менде 1 килограмм қатпарлы самсаның қамырынан 25 самса жасаймын. Әрбір кішкентай қамырымызды біз шелпек қылып жайып аламыз да, оған жаңағы фаршымызды салып, самсамызды түйеміз. Мен сіздерге самса түйудің 3 түрін көрсетемін. Мынау бірінші түрім. Міне, бұл кәдімгі үшбұрышты самса болып шықты. Енді екінші түрі. Самсамыздың бұл түрі гүлге ұқсайды. Мынау самса түйудің үшінші түрі. Самсамыздың барлығын түйіп болдық. Енді оның бетін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз бетіне. Сөйтіп самсамызды пеште 200 градуста 30 минуттай пісіреміз.
Міне біздің самсамыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ және өте тез. Самсаның бетіне кунжутты сепсеңіздер болады. Міне мен 3 түрлі әдісті көрсеттім сіздерге. Менің каналыма лайк басып жазылып қойыңыздар. Сіздерге рахмет.